Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге мультиваркада дайындалатын өте дәмді тыквенная кашаның рецептін ұсынамын. Таңғы асқа кашаны көбірек дайындаңыздар, соның ішінде тыквенная каша бұл өте пайдалы каша. Каша осындай жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап дайындап көріңіздер. Достар, араларыңызда каналыма әлі тіркелмегендеріңіз бар болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы рецепттер таба аласыздар. Тыквенная кашаны мен пшеномен қосып дайындаймын. Оның орнына күріш қолдансаңыздар да болады. Пшеноны алдын ала суда жақсылап тұрып жуып аламыз, және осылай кішкене су құйып қойып қоямыз, шамамен 10 минутқа. Тыкваны үкіштен өткізуге немесе 4 бұрышты етіп турауға болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен алдын ала үкіштен өткізіп алдым. Енді осылай мультиварканың чашасына алдымен үкіштен өткізілген тыкваны және үстінен жақсылап жуылған пшеноны саламыз. Оның үстіне жарты шай қасықтай кішкене ғана тұз қосамыз, және де дәмін келтіру үшін мен ванильный сахар қолданып жатырмын. Ванильный сахар өте аз мөлшерде қолдандым, 15 граммдай ғана қолдандым. Сіздер егер қаласаңыздар қант қоссаңыздар да болады. Және оның үстіне 2 стакан сүт және 2 стакан су құйдым. Жақсылап араластырамыз. Енді сүтке қатты жақындатпай, осылай сары маймен мультиварканың шашын майлаймыз. Бұл не үшін? Яғни қазір каша пісіп жатқан кезде сүт қатты көтеріліп, жан-жағына жабыспас үшін. Осылай майлап қоямыз. Және қалған сары майды осылай кашаға қосып жібереміз. Мультиварканың крышкасын жауып, осы жерден молочная каша режимін таңдаймыз. 35 минутқа қойып қоямыз. Достар, айып етпеңіздер, менде видеода суп режимі деп кетіп қалыпты, асыл ыстықпен мен қайтадан ауыстырып молочная каша режимінде пісірдім. Сондықтан айып етпеңіздер, суп емес, каша немесе молочная каша режимінде пісіреміз. 35 минут. 35 минут өтті, менде осылай өте дәмді каша дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылай кез келген жеміс-жидекпен әсемдесеңіздер болады. Мен персик қосып жатырмын. Персикпен кашаның дәмі мүлдем керемет болып шықты. Дайындап көріңіздер. Достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Маған қолдау білдіріп, міндетті түрде видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде подписацияны басып тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып, все деген таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларымнан сіздерге уведомление келеді. Каналыма кіріп, көптеген плейлисттарды көрсеңіздер болады. Осы жерден ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы асқа, мультиваркада дайындалатын көптеген рецепттер таба аласыздар. Сіздермен болған Мансия, қош сау болыңыздар.